Білесіз бе, бәрі негізі өзіміздің ниет пен ойға байланысты да. Біз кейде ойлаймыз, неге бізде бұл болмай жатыр? Не істедім? Неге? Бірақ на самом деле ол біздің ниетіміз. Ниетің қаншалықты таза, ойың қаншалықты таза, арам ойың жоқ па, жүрегің қаншалықты ашық, вот соған байланысты екен да. Жүректі тазарту керек екен. Егер жүрегіне қара дақтар тұрып қалса, онда жүрек жабыла береді. Ал егер де біз оны тазартып, ешқандай адамға ренжімейтіндей, болады, ренжімеймін деп айтасың, бірақ сәл кейде реніштер болады. Реніштер дегенде ол сәл назымыз біздің. Неге ол солай, неге деген сияқты сұрақтар. Реніш ол кәдімгідей кек алатындай, ашуланып жүретіндей, сондай болады да. Біз қашан, қай уақыттан бастап ешкімге ренжімейміз, ешкімді ренжітпейміз, айналамызға рахмет айтып, айналамызға бақыт тілеп, айналамызға барлық жақсылық тілесек, қасымызда өтіп бара жатырған адамға да, оның өзі жүректі аша бастайды екен да. Жүректі аша бастаған сайын сенің денең де, өзің де тым сезімтал бола бастайды екенсің. Және әр атқан таңында автоматым шүкір айтып тұрасың да, оянасың. Оны қалай айтқаның, не істегенің, ол әдейі емес та. Мүмкін ол жүректің желеп ашылып жатырған шығар. Мүмкін. Бірақ тым қызық сезімдер пайда болады. Мүмкін сенде мен сияқты әртүрлі арпалыстар болуы мүмкін. Мен себебі дәл содан өттім. Дәл сол болды. Не істеп жатырмын, уақытым өтіп жатыр, мынаны істеп жатырмын, ананы істеп жатырмын, өтпейді, жүрмейді. Ісім дұрыс болып жатырған жоқ. Белгісіз бір сұрақтар санамды мазалай беріп, кішкене депрессияға түскенім рас. Бір ай бойы. Мен не істедім, не қылдым, қайттым деген сұрақтармен өзімді қинай бергенім соншалықты өзімнің алдыма қойған мақсатымның нақты емес екенін түсіндім да. Ең соңғы соған әкелді. Білесің бе, оның барлығын түсінгеннен кейін, егер де оны біз шынайы түрде мойындасақ, жасандылық көрсетпесек, өзімізге өзіміз шынайы болсақ, барлығы өзімен өзі шешіле береді екен да. Автоматом шешіледі. Жоспар құра бастаймыз, алдымызға мақсат құра бастаймыз. Әрі қарай іс-әрекеттер бола бастайды. Білмеймін, осының барлығын неге айтып жатырғанымды білмеймін, бірақ жүріп келе жатырып, осы сұрақтар мен осы айтқым келетін нәрселер менің миымнан кетпей қойды. Жай ғана заметкаға жазып қойайын деп едім, бірақ ол да болмады да. Барлығын айтып тастап жатырмын. Адамдарды қарай отырып, әртүрлі ойлар келеді. Іс-әрекеттерді, яғни біз адамның өзіне қарай алмаймыз, тек оның бір жақ қырындағы іс-әрекетін көреміз да. Сол іс-әрекетін көре отырып, адамдардың
өзімізге ой түйеді екенбіз да, мен соны түсіндім. Ниеті қандай, жүрегі қалай, тек қана оның 1% көруіміз мүмкін, себебі барлығын біз көре алмаймыз, себебі біз ол адаммен 24 сағат бірге болмаймыз. Дегенімен де одан біз ой түйеді екенбіз да. Білесіз бе, егер де біздің шынымен де айтам, ниетіміз таза болып, жүрегіміз ашық болып, ойымыз таза болса, ақ болса, онда бізде барлығы болады екен. Білесіз бе, барлығы. Кейде біз ойлаймыз ғой, мынау бізде болмай қалды, мен мынаған жетпей қалдым, істемей қалдым. Болмайды, оның ешқайсысы, егер де біз ниетпен ойды тазаламасақ, жүрегімізді ашпасақ, өзімізбен жұмыс жасамасақ. Бәрі өз қолымызда, барлығы. Мен бұл аудионы жасанды түрде ойлап алып, немесе сценарийін құрып барып жазғаным жоқ. Дәл осыны айтқым келді. Кішкене тамшылаған жаңбырда, таза ауада, теңізге қарай отырып, осы аудио жазылды. Барлығына шүкір. Мүмкін сіз мені тыңдап отырсаңыз, мүмкін осыдан ой түйсеңіз, онда шүкір айттым. Сізге өмірдегі барлық жақсылық тілеймін. Бақытты болыңыз, деніңіз сау болсын. Ең бастысы, досым айтпақшы, содан кейін барып менде есімде қалды. Екі дүниенің бақытын тіледім, абыройын тіледім. Шынайы болыңыз өзіңізге және өзгемен. Ең бастысы, Аллаға сеніңіз, дұғада болыңыз. Рахмет.